Александр Бараев атындағы ғылыми өндірістік орталығы үкіметтің цифрлық Қазақстан бағдарламасы қабылданғалы ауыл шаруашылығы саласында жаңа технологиялар мен алғашқылардың бірі болып жұмыс істей бастаған мекеме. Мұнда биыл 3000 гектарлық егістік полигоны құрылып, нақты егіншілік жүйесі енгізілген. Ол дегеніміз артық шығынды азайту, өнімділікті көбейту, тиімді жолмен тыңайту, компьютерлік басқаруға көшу. Одним из этих нақты егіншіліктің элементтерінің бірі егіс алқабына қашықтықтан мониторинг жасау. Біз қазір осы әдісті тәжірибе жүзінде жүзеге асырып жатырмыз. Сонымен бірге тыңайтқыштарды саралап енгізуге арналған агрохимиялық электронды карта құрылды. Ол химиялық қоспаларды егістіктің қажет жеріне, қажет уақытта сеуіп отыруға, ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Аталмыш жұмыстарды қазір мамандар АНТ бағдарламасы арқылы жасап жатыр. Иә, мына нақты егіншілік зертханасындағы монитордан қырман басындағы алынатын өнімнің жағдайын онлайн режимде көруге болады. Ауа райы әсерінің нәтижесін технологиялық карта блогын, шығын, есеп, тағы да басқа егістік алқабына қатыстының бәрін бір кабинеттен бақылайсыз. Осы жылы орнатылған АНТ ақпараттық жүйесі орталықтың жұмысын едәуір жеңілдетеді дейді бағдарламалаушы компания өкілі. Сам мониторинг, то есть даже вот мы за... Біз жүйе арқылы егістіктегі жағдайды ғана емес, ондағы техникалар мен жұмысшыларды да бақылай аламыз. Тракторда қанша жанармай отыны қалғаны, нақты жұмысқа кім жауапты екендігі, оның жұмысының сапасы бәрі осында экранда көрінеді. Яғни адами фактор азаяды. Бағдарламаның мобильді нұсқасы да бар. Ол басшылар үшін жұмысты тексеруге ыңғайлы. Ең маңыздысы, жүйе алдағы жылға керекті ресурстарды нақты есептеп, оңай жоспар құруға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары барлық салада кеңінен қолданысқа енген дрондар да егін шаруашылығының бөлінбес бөлшегіне айналды. Бараев ғылыми зерттеу орталығы ресейлік белгілі компаниямен келісімшартқа отырып, егін алқабын осы пилотсыз ұшу аппараттары арқылы бақылауды бастап кеткен. Дрондар сканерлеу жүйесімен дақылдардың қазіргі жағдайына, оларға түскен зиянкестерге қатысты ақпараттарды компьютерге жеткізеді. Сәйкесінше агрономдар тез арада шешім қабылдай алады. Тек бір мәселе, осы айтылған цифрландырылған жаңа технологияның бәріне жұмысшылардың бейімделуі. Речь идет о цифровизации всех процессов. Біздегі негізгі мақсат барлық процесті цифрландыру. Біз оған біртіндеп келіп жатырмыз. Сондықтан қызметкерлердің біліктілігін арттырып, жаңа технологиялармен таныстырып отыру өте маңызды. Орталықтың базасында қазір өзіміздің агрономдарымызды оқытып жатырмыз. Болашақ мамандарды осында тарту бойынша да шаралар атқарылуда. Они между собой взаимосвязаны. Ақылды технологиялар агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамытудың мүмкіндігі десек, цифрландыруға тезірек толық көшіп алу кезек күттірмейтін мәселе. Өйткені ауыл шаруашылығы қашанда ел экономикасының локомотиві.